Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер. Дифференциалдық теңдеу деп x тәуелсіз айнымалыны y ізделінді функцияны және оның әртүрлі ретті туындыларын байланыстыратын өрнекті айтады. Дифференциалдық теңдеудің құрамына кіретін туындылардың ең жоғарғы реті сол теңдеудің реті деп аталады. Егер y ізделінді функциясы бір айнымалыға тәуелді болса, онда дифференциалдық теңдеу қарапайым дифференциалдық теңдеу деп аталады. Дифференциалдық теңдеудің шешімі деп сол теңдеуге қойғанда оны тепе-теңдікке айналдыратын y-тен y от x функциясын айтады. Дифференциалдық теңдеудің шешімін табу есебі берілген дифференциалдық теңдеуді интегралдау есебі деп атайды. Дифференциалдық теңдеудің шешімінің графигі интегралды қисық деп аталады. Енді бірінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеуді қарастырайық. Бірінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеудің теңдеуі келесідей. Онда x бізде тәуелсіз айнымалы, y ізделінді функция, ал y' функция туындысы. y' f от xy туындыға қатысты шешілетін бірінші ретті дифференциалдық теңдеу. Енді енші ретті дифференциалдық теңдеуді қарастырайық. Қарастырса, теңдеуі келесідей түрде беріледі. Онда n дифференциалдық теңдеудің ретін көрсетеді. Келесі теңдеуіміз жоғарғы туындыға қатысты шешілетін дифференциалдық теңдеу. Енді шешімін қарастыратын болсақ, енші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы және дербес шешімі. Мына теңдеу жалпы шешімі деп аталады. Ондағы S1, S2 тағы да сол сияқты Sn кез келген тұрақты сандар. S1, S2 тағы да сол сияқты Sn нақты бір сандық мәндеріндегі шешімі дербес шешімі деп аталады. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді қарастырайық. Ол келесі теңдеумен немесе мына теңдеумен анықталады. Мұндағы бізде f от x, m от x, p от x, x айнымалысына байланысты функциялар. Ал g от y, n от y, q от y ол y айнымалысына байланысты функциялар. Енді айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеудің шешімін қарастырайық. P от x тең емес 0 және n от y тең емес 0 деп есептеп, берілген теңдеудің екі жағында P от x көбейтілген n от y көбейтіндісіне бөліп, екі жағында интегралдасақ, бізде келесідей теңдеу шығады. Бұл дифференциал теңдеудің жалпы шешімі болып саналады. Енді осыған байланысты мысалдар қарастыратын болсақ, келесі мысалды қарастырайық. Бұл айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу бізге берілген. Екі жағында біз x квадрат минус 1 тең емес 0, y квадрат минус 1 тең емес 0 деп алып, олардың көбейтіндісіне бөлейік. Сонда біз келесі өрнекті алады екенбіз. Ықшамдай келе, бұл өрнекті ықшамдап интегралын табатын болсақ, біз жалпы түрдегі интегралды алады екенбіз. Енді x квадрат минус 1 тең 0 деп, және y квадрат минус 1 тең 0-ды қарастырсақ, жеке-жеке шешетін болсақ, x мұнда плюс минус 1-ге және y тең плюс минус 1 шешімдерін аламыз. Дифференциалдық теңдеудің шешімдері болады бұлар. Бірақ олар жалпы шешімнен s тең 0 болғанда шығады. Сонымен ерекше шешімі бізде жоқ екен. Жалпы шешімі ғана бар. Енді келесі екінші мысалды қарастыратын болсақ, мынандай теңдеу берілген, теңдеуінің y 1 тең 0 бастапқы шартын қанағаттандыратын дербес шешімін табайық. Берілген теңдеуді
пішінде жазайық. Айнымалыларын ажыратып, екі жағында интегралдасақ, біз келесі теңдеуді аламыз. Бұл теңдеулерді ықшамдай келе, берілген теңдеудің жалпы шешімін аламыз. Бастапқы шартты ескере отырып, тұрақты мәнін аламыз. Тұрақтының мәнін аламыз. Сонымен берілген теңдеудің дербес шешімі келесі теңдеумен өрнектеледі. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.